Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай баялдыдан жасалатын рулет дайындайтын боламыз. Көбіне орысша тещин язик деп те атайды. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен баялдының керек емес жерлерін кесіп тастаймыз. Және де жұқа қылып кесетін боламыз. Жұқалап турасаңыздар, піскен кезде де жақсы қышырлап пісетін болады. Және де түзу кесуге тырысыңыздар. Мінекей барлығын осылай турап дайындап алғаннан кейін панировочный сухарикпен жұмыртқасын дайындап аламыз. Дәл осы төменге фотосын қалдырып кетемін. Канеширо деген түрін қолданып жатырмын. Әркім өз білгенінше жасайды, сондықтан да мен бірінші баклажанды тұздамаймын. Тұзымды осы жұмыртқаның ішіне қосып араластыратын боламын. Біздің қажетті қоспаларымыз дайын. Енді біздің баклажанымыз бататындай осындай жайпақ ыдысқа дайындағандарыңыз дұрыс. Бірінші жұмыртқамызға маламыз. Тек бір жағын малу керек. Екінші осы панировочный сухарикке малып аламыз. Енді дайын болған баялдымызды осындай подносқа салып жинақтай береміз. Неке қараңыздар, барлығын дайындап алдық. Осындай ыдыстарға салып жинақтап қойсаңыздар, өздеріңізге ыңғайлы болады. Енді мен осы баклажандарды екі жолмен пісіретін боламын. Біреуін майға қуырып жасаймыз, екіншісін духовкада пісіретін боламын. Екеуінің дәмі қайсысы жақсы шығатынын айтатын боламын. Бірінші майымызға қуырамыз. Ол үшін баклажанымыз бататындай май құйып, астын орташа отқа қоямыз. Екі жағын бірдей қызарғанша қуырып аламыз. Неке қараңыздар, біздің баялдымыз дайын болды. Байқасаңыздар, біреуін майға, екіншісін духовкаға пісірдім. Қызарып, әдемі болып піскен түрін оны майға қуырдық. Байқасаңыздар, әдемі жұқа болып туралған, бір жағы қызарып қуырылғасын жақсы болып тұр. Ал неке екінші баялдымызды духовкаға пісіріп алдым. Бұл да жаман емес, жақсы, бірақ екеуінде өзгешелік кәдімгідей білінеді екен. Майға қуырғанның дәмі енді өте дәмді болып шығады екен. Әркім өзінің қалауы бойынша арасына творожный сыр қосуға да болады. Мен бірақ осылай ішіне қияр, қызанақ және де чеснокпен жасайтын боламын. Неке біздің баялдымыз дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын.